Үшінші сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ағарсал Асқар. Бұл сабақта біз Tilda және WordPress-ті салыстыратын боламыз. Tilda бұл осы SNG-да көп, осы соңғы уақыттары танымал болып келе жатқан сайт жасау конструкторы. WordPress бұл әлемдегі үлкен бір сайт жасау платформасы. Tilda бұл сайт визитка және лендинг пейдж жасауға өте ыңғайлы. Жалпы айтқанда бұл қысқа мерзімді тез бастап кететін проекттерге, мини проекттерге өте керемет жасалған. Өзінің бір әдемі дизайндері бар, көзге тартымды және қолдануы интерфейсі, қолдану жағындағы интерфейсі өте керемет, ыңғайлы. Ал енді WordPress-ке келетін болсақ, WordPress CMS деп атайды бұларды. CMS дегеніміз бұл сайт жасау, то есть контент менеджмент систем, сайтты жүйелі басқару деген бір аудармаға келеді. WordPress өте универсален, сайттың кез келген түрлерін жасауға болады. Интернет-магазин, корпоративті сайт, онлайн курсқа арналған платформа, және не бар, CRM система, яғни бизнесті басқару управлениесі интернеттегі. Егер де бұл видеоны платформада көріп жатсаңыз, осы платформа WordPress-те жасалған. Ал енді Tilda'да мынандай нәрсе бар, ограничение өте көп. Сайт сіздің толықтай сайт сіздіңкі емес. Өйткені сіз Tilda деген сайтқа кіріп, өзінің сайт жасау конструкторына кіріп, жасаған кезде сізге бір доступ береді, тек қана определенный жерін ғана береді. Сайтты сол жерден сіз толығымен көшіріп ала алмайсыз, скачать етіп алмайсыз файлдарын, кодтарын көру қиын. Сондай моменттері бар. Ал WordPress-те иначе, ол жерде проект толығымен өзіңіздікі. WordPress негізі бір программа секілді. Компьютерлерге бір программа басамыз ғой, сол секілді бір программа іспеттес. Сіз оны программа скачать ете аласыз интернеттің WordPress-ің өзінің оригинал сайтынан. Оны хостингке орнатасыз. Хостинг бұл сайттың тұратын интернеттегі орны. Сол жерге өзіңіз орнатып сайтыңызды жасай бересіз. Егер де бір какой-то проблема немесе хостинг басқа хостингке көшіргіңіз келсе, сайтты скачать етіп алып, любой жерге сохранить қойсаңыз болады. Облакқа немесе бір памятке, дискке, флешкеге өзіңнің проектің, яғни өзің полный, өзің басқарасың, өзің өзгерте бересің. Вот осы нәрселер бар. Так, ал енді WordPress-тің минустары кішкене, новичоктар кішкене қиындау болады. Өйткені бұл үлкен ауқымды функциялар өте көп болғандықтан, қайсымен бастайтын, қайсыны игеру керектігін новичоктар кішкене қиналып қалады. Осы секілді платформа жасау үшін сәл тереңдеу керек болады. Так, және де бұның WordPress-тің интеграциялары өте көп деген нәрселер, мысалға Яндекс.Касса, көп деген осы әртүрлі платформа, әртүрлі системадағы жасалынатын осындай бір программалар бар, солармен бір-бірімен байланысы өте мықты. Және де интернет-магазиндегі универсаль үлкен интернет-магазин, автоплатеж, бүкіл нәрсені жасауға болады осы WordPress-пен. Енді құрметті достар, бұлардың енді бағаларына, жалпы бұны бастап кету үшін Tildaмен қанша ақша керек болады, WordPress-пен қанша ақша керек болады, сол жағын талқылайтын боламыз. Бағаларына келетін болсақ, Tilda'да қалай болады? Tilda'да алғашында сізге тегін тарифті береді. Ол жерде бір проектін жасай аласыз. 50 бет береді, одан кейін 50 мегабайт. Оны тек қана сіз 2 аптаны қолдана аласыз. Олардың ақылы тарифтері қалай болады? Бір айға сіз 750 рубльға қолданасыз. Ол шамамен 4300 теңгедей болады. Ал бір жылға 6000 рубль кетеді. Ол шамамен 34 мыңдай болады шамамен. Егер де осы бір жылға тарифті бірден алатын болсаңыз, сізге домен береді. Бірақ оларды осы доменді зоналардан ғана ала аласыз. Өкінішке орай ішінде кезет жоқ. Сонымен бір жылға Tilda'да сіз шамамен бір домен және хостингті қосқан, жалпы Tilda'ның тарифімен доменді қосқан кезде 37 мың, 38 мыңдай ақша кетеді деген. Ал WordPress-те қалай болады? WordPress-те алдын айтқанда бұл бір программа секілді, сіз оны интернеттен жүктеп аласыз. Ол процесс былай болады. Мен оны жүктеп алдым әрине. Енді бұны қалай орнатамыз, қалай онымен жұмыс жасаймыз. Бізге алғашында ол үшін осындай хостинг керек, оны осындай бір хостинг беретін компаниялармен жұмыс жасау керек болады. Бірінші алғашында бізге домен алу керек болады. Домен бізде Қазақстанның KZ домендері 3388 теңге тұрады. Мінекей. Ал енді хостингтері қалай болады? Хостингтері бұл жерде ең арзан тарифы бізде бұл осындай бағалардан басталады. Бұлар айына. Қарап тұрсаңыз, мына жерде жылына осындай шығады екен экономмен. 3264. Еще бізге ол 1 гигабайт береді. Ал WordPress-пен сайт шамамен 200-250 мегабайт қана болады. Бір қарап тұрсаңыз, бұл жерде 3-4 сайт сиіп кетеді WordPress-тің. Ал енді есептеп қарайық, бізге домен 3388 болса, хостинг 3264. Бізге сонда шамамен
6700-дей, 6600, 6700 теңгедей кетеді. Құрметті достар, бұл жерде біз Tilda мынандай, WordPress мынандай, WordPress мықты деп айтқымыз келіп тұрған жоқ бұл жерде. Бұл сайт жасау, жалпы осы сайт жасауды үйренуден алдын бір мақсатты қойып алу керек. Мен будущем бұл платформамен қандай сайт жасай аламын, қандай жасай алмаймын деген секілді. Сондықтан да айтып өткенімдей, жаңа қайталап өтемін, Tilda бұл қысқа мерзімді кіші проекттерге ыңғайлы, ал WordPress долгосрочный үлкен проекттерге, ұзақ мерзімді проекттерге өте ыңғайлы. Сондықтан да өзіңіз қайсысын таңдағыңыз келеді, ол өзіңіздің шешіміңіз. Құрметті достар, бұл видео, бұл сабақ арқылы сіз өзіңіздің сайтыңызды қандай платформамен жасаған дұрыс деген сұраққа жауап алады деп ойлаймын. Осымен мини курсымыз тәмам. Жалпы жақсы мағлұматтар, жақсы ақпараттар бердім деп ойлаймын, сізге пайдалы болдым деп ойлаймын. Бізбен бірге болыңыз. Рахмет.